Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Зұлқымардың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі және де тез дайын болатын осындай керемет дәмді салат рецептімен бөлісемін. Французский салат деп аталады. Той жиындарда, туған күндерде дастарханыңыздың сәнін, көркін ашатын салат болады. Құдай қаласа, бізге қажет заттар сіздерге барлығыны описанияға жазып қалдыратын болам. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Онда бастадық. Бізге 300-350 граммдай піскен ет керек. Осындай майсыздау қара ет жерінен қайнатасыздар. Салатқа кішкене май болса да ештеңе қылмайды. Қойдың, жылқының, сиырдың, кез келген еттің түрін қолдансаңыздар болады. Осылай барлығыны соломка етіп турап аламыз етімізді. Осы рецепті еселеп істесеңіздер де болады. Егер қонақ күтетін болсаңыздар, көптеу істеймін десеңіздер, осы рецептің өзімен негізінде 3-4 тарелка салат шығатын болады бізде. Енді кезек бізде бадрең, свежий бадрең. 2 штук бадреңімізде осындай соломка етіп турап аламыз. Енді бізде бұл жерде соленый огурцы тұздалған, яғни банкаға немесе базардан сатып алсаңыздар болады. Салаттар сататын жерден аласыздар, немесе өздеріңіздің қысқа жауып қойған бадреңдеріңізді ашып турасаңыздар болады. 4 штук қайнаған жұмыртқа піскен. Ішіндегі сарысымен салсаңыздар да болады, сарысын ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Оны да осылай соломка етіп турап аламыз. Ең соңында енді бізде піскен қызылша, бұны да қайнатып алдын ала пісіріп аламыз. Оны да жақсылап осылай соломка етіп турап аламыз. Егер қатты ұнатпайтын болсаңыздар, 1 штук салсаңыздар да болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай 2 штук картошканы суынан сырғытып, кептіріп, қуырып аласыздар майға, фрай етіп. Енді легенімізге, үлкендеу легенге осылай барлығын тізіп шығамыз. Негізінде бізде французский салат осылай тұрады. Оны майонезге салып, араластырып жесеңіздер де болады. Барлығын осылай қатарымен салып аласыздар. Және де бізге бұл жерде зеленый горох, яғни консервадағы магазин дүкендерде сатылатын горох керек болады. Шілей барлығын салмайсыздар, жартысын салсаңыздар жеткілікті. Біздің осымен әдемі салатымыз дайын болды. Қараңыздар, түрлері осындай цветной, аппетитный болып шығады. Енді кішкенасын алып қалғам, жаңада бұл жердің өзінде 2 тарелкадай шығады. Дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар, және де майонез салып, жақсылап араластырып жіберсеңіздер болады. Өте керемет, түсі де өте қанық, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде қонақ келген кезде немесе өздеріңіз күнделікті істеп жесеңіздер де болады. Өте оп-оңай салат, қажетті заттар да үйлеріңізден табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің осымен французский салатымыз дайын болды. Дәмі деген енді супер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да күшті рецептілермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Зұлқымар. Баршаңызға рахмет.